Зауыттың тарихы 1961 жылғы сәуірдің 19-нан басталады. Онда 6 шифрлік желі болып, зауыт Қазақ, КСР мен Орта Азия елдерін, оның ішінде Өзбекстан мен Тәжікстанды толығымен қамтамасыз етті. Зауыттың қайта дамуы Куста компаниясына өткен соң басталды. 2017 жылы наурыздың 28-інде онда келгенімізде көптеген адамдар кәсіпорынның қайта жанданып, дамитынына сеніп күтті. Бұл зауыттың бұрынғы иесі бизнесін әртараптандырған, сонысымен бізге ұнады. Өнімнің тек бірі ғана түрін шығарып, кәсібіңді дөңгелетіп әкету мүмкін емес. Сондықтан әртараптандырып, сұранысқа ие өнімдер шығару керек. Бизнестің жол картасы бойынша қытайлық өнімдерді пайдаланып, автокландық бетон шығаратын жаңа зауыт салдық. Комплекс газоблочного оборудования был 2015 жылы жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша кешеннің құрылысы басталды. Қазіргі кезде сіздер құрылысы толығымен аяқталған, өнім беретін кешенді көріп тұрсыздар. Ал 2015 жылы кәсіпорынды монтаждау ғана басталған. Бәрін басынан бастап соңғы кезеңіне дейін өзіміз атқардық. Қаржылық қолдаудың арқасында біз бірден барлық құрал-жабдықтарды алдық. Тек өз қаржымызбен құрал-жабдықтарды толықтай сатып ала алмас едік. Шығыс Қазақстан облысында мұндай құрал-жабдықтар басқа еш жерде жоқ. Сондықтан біздің өнімімізді Өскемен, Алтай өңірі, Павлодар тұтынады. Сонымен қатар, Семейдегі тұрғын үй кешендерін салуда толығымен біздің өнім пайдаланылады. Өзіміздің, яғни қазақстандық табиғи материалдар, құм, әктас, цементті қолданамыз. Автокландық газбетонға келер болсақ, оның жұмыс қуаты 100%. Енді ол желіні қайта жөндеуден өткізіп, өндіріс қуатын одан әрі арттыру ойымызда бар. Себебі, оған қазіргі кезде сұраныс өте жоғары. Раньше как было 50%. Бұрынғы аудандар мен облыстық, республикалық маңызы бар қалаларда 50% субсидияланатын, ал Нұр-Сұлтан қаласында проценттік мөлшерлеменің 40% ғана субсидияланатын. Бүгінгі күні бәріне бірдей 6%. Бұл өте жақсы көмек. Сонымен қатар, салалық маңызды ескерілмейді. Кәсіпкер банкке жүгініп, құжаттарының бәрін тапсырған соң комитетте қаралады. Банк кәсіпкерден кеңейтілген толықтай қаржылық мониторинг пен құрылтайшылық құжаттарын да талап етеді. Қажетті құжаттардың бәрі тапсырылып болғаннан кейін комитетте мақұлдануы тиіс. Олар бұл құжаттарды даму қорына жібереді. Онда қарастырылғаннан кейін 3 жақта келісімге келіп қойып, субсидиялайды. Қалғанын кәсіпкер өзі төлейді. У нас 2 шиферные линии. Продукцию мы производим шифер-волнистый. Бізде 2 шиферлік желі бар. Толқынды шифр жасаймыз. Ол бұрыннан шығарылып келе жатқан өнім. Бәрі біледі. Кеңес одағы тұсында кеңінен қолданылатын, мәңгілік өнім десе де болады. Шифердің 40%-ын экспорттаймыз. Жіберетін елдеріміз Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Ресей Федерациясы. Өнім экспортталатын болғандықтан, бірінші кезекте сапаға көңіл бөлінеді. Тұтынушылар тек сапалы өнімді сатып алады. Екінші мәселе, өнімнің өзіндік құны экспортталатын болғандықтан, бағасы алушыларға да тиімді болғаны жөн. Оған жолға кететін шығыны да кіреді. Мысалы, Тәжікстанмен арақашықтығымыз 2000 шақырым, өте алыс. Тасымалдауға кететін шығын өнімнің өзіндік құнына кіреді. Егер мемлекеттік қолдау болмаса, ондай алыс арақашықтыққа экспорттау мүмкін болмас еді. Қазіргі кезде мемлекет өнімдерді экспортталатын кәсіпорындарды қолдайды. Қазақстанда өндірілген бұйымдардың басқа елдерде болғанын қалайды. Мемлекеттік қолдаулар әртүрлі. Орналастыру, не өнімді тасымалдауға қолдау. 2000 шақырымға тасымалдауға кететін шығын бірсыпыра, оның бір бөлігі мемлекетті өтейді. Олай болмаған жағдайда мен өнімімді басқа елге шығарып сата алмас едім. Мемлекеттің көмегінсіз басқа елдердің нарығына шығу мүмкін болмас еді. Мұнымен қатар біз несиелік қаржыларды қолданамыз. Мөлшерлемесі 6%-тік несиелік қаржылар айналымдағы ақшаны толтыруға пайдаланылады. Оны біз қазір белсенді түрде қолданамыз. Өнімдеріміз сатылмаған кезде айналымдағы қаржылар өнім өндіріп, оларды сатылғанша қоймада сақтауға мүмкіндік береді.
Өнімдерін экспорттайтын кәсіпкерлерге қосымша жеңілдіктер бар. Олар өнімді жарнамалауға кететін маркетингтік шығынның 50%-ін өтеу, логистикалық шығынның да 50%-і өтеледі. Ол өте қомақты қаржы. Мысалы, бір кәсіпкерлердің логистикалық шығыны 150 миллион болса, ол да өтеледі. Көптеген кәсіпкерлер, әсіресе ауыл шаруашылығындағылар, машина жасаушылар және басқа саладағылар олардың бағдарламалардағы өзгерістерді қадағалап отыруға уақыттары жоқ. Бағдарламалар көп, бірі ескіреді, одан жаңасы пайда болады. Сондықтан арнайы маман болған жөн. Ол бағдарламаларды қадағалап, қажеттісін ұсынып отырады. Мемлекеттік қолдау шараларын қадағалайтын жұмысқа құзыретті мамандарды алу қажет. Олар өздеріне кеткен шығынды өтейді. Ең алдымен біз бәрін мөлшерлейміз. Әктасты, одан кейін цемент қосылады. Содан соң шлам, құмды шлам, ең соңында су қосылады. Мұның бәрі араластырғышқа салынып араласады. Араластыру процесі 5 минуттан кем болмау керек. Одан соң алюминий ұнтағы қосылады. Самая главная особенность в том, что мы производим казахстанского производства. Я всегда говорю, что мы местные производители. Ең бастысы, біз қазақстандық өнім өндіреміз. Мен әрдайым Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласының жергілікті өнім өндірушілеріміз деймін. Біздің өнімдеріміз 100% Қазақстанға тиесілі. Егер шиферді алатын болсақ, оған қажетті хризотил Қостанай облысының Жітіқара қаласынан әкелінеді. Цементті Семейден аламыз. Оны біз мақтан тұтамыз. Бәрі қазақстандық өнімді тұтынса дейміз. Құрал жабдықтар Могилевтікі. Ескі кеңес одағының тұсындағы 2 машина. Уақыт бір орында тұрмайды. Бәрі автоматтандырылуда. Біз бұл машиналардың 30%-ін жаңартып, заманауи түрін қойдық. Многое поменяли, то есть процентов 30 там уже начинки современные. Біздің одан әрі даму мүмкіндігіміз өндірісті әртараптандыру, сонда өнімдерімізді өзіндік құны да артады. Біз қазіргі кезде құрылысқа қолданылатын жаңа өнімдерді өндіруіміз керек. Біз өзіміздің аспау картон деп аталатын өнімімізді өндіреміз. Мы создали новый продукт, он называется картоносбестовый. Өткен жылы 1200 тонна аспау картон өндіріп, бәрін сатып, одан 300 миллион теңге пайда таптық. Аспау картон көбінесе Ресей Федерациясында қолданылады. Яғни, бұл экспорттық өнім. Әрине, бұл Қазақстан үшін алға басушылық. Аспау картон қара металлургияда, долина пештерінде, химия өндірісінде қолданылады. Міне, мына өнім. Бұл өнімімізді Ресеймен қатар ТМД-ның басқа елдерде сатып алады. Шифер желісіне басқа өнімнің түрін қоямыз. Биыл ескі желіні қайта жаңартуды жоспарлап отырмыз. Қытайда шығарылған желіге саға орнатамыз. Дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Сонымен қатар баспақ орнатып, сығымдалған тегіс шифер жасау жоспарымызда бар. Баспақтан тегістеліп шыққан шиферді бояуды да ойлап жүрміз. Ол үшін жақында келетін италиялық құрал жабдықтарды орнатамыз. Мы сейчас в связи с пандемией, мы уже сделали предоплаты, ждем, когда... Пандемияға байланысты үзіліс жасағанбыз. Біз алдын ала төлем жасағанбыз. Енді олардың қызметкерлерінің келіп, жаңарту жасау жұмыстарын жасауын күтудеміз. Шілде айына жоспарлағанбыз. Енді қазан қараша айларына қалдырдық. Тек бір шифер желісін жаңартуға 180 миллион қажет. Өнімді өткізетін нарық ұлан ғайыр. Біз оның бәрін игере аламыз деп ойлаймын. Қазіргі кезде қаржыландыру мәселесін ойластырудамыз. Меніңше, 2021 жылы барлық жоспарымызды жүзеге асырамыз. Біз мүмкіндіктері мол, мүлде жаңа өнім шығарамыз. Біз өнімділігі жоғары 10 тонналық баспа алмақпыз. Ол өнімдегі ылғалды шығарған соң қасбет ретінде қолдануға болады. В начале марта пандемия дошла до Казахстана. Наурыз айының басында пандемия Қазақстанға жеткенде қорқып, не істерімізді білмедік. Біз бұл жағдайдан шығудың стратегиялық жоспарларын жасадық. Ондай 3 жоспарымыз болды. Біріншісі, пандемияға байланысты 2 ай тоқтап тұрғаннан кейін сатылым қарқынды жүргізіледі.
Екіншісі, жылдың аяғына дейін сату деңгейі төмендеп, 2021 жылы қайтадан қалпына келеді. Және ең жаманы, бұл 2-3 жылға созылуы мүмкін. Бірақ бұл жоспарда біздің қуанышымызға орай кәсіпорнымызда жүзеге асқан жоқ. Біздің сатылымымыз азайған жоқ, керісінше 20%-ке артты. Нарықта болжау қиын ғой. Көп адамдар үйлерінде болып, демалуға әртүрлі мерекелік шаралар өткізуге шығын шығармағандықтан, қолда бар қаржысын кейбірі үйін жөндеуге, енді бірі армандап жүрген үйін салуға жұмсаса керек. Оның бәрі біздің сатылымымызды арттырды. Кейбір өнім машинамен, енді қайсы бірін қол еңбегімен атқарылады. Оған аса көңіл бөлеміз. Зауыттың жұмысшыларына тоқталатын болсақ, олар үшін ең бастысы жалақы. Ол тұрақты төленіп тұрады. Жалақының деңгейіне тоқталсақ, біз пандемия жағдайында оны 10%-тен 2 рет көтердік. Кәсіпкерлер үшін ең бастысы әрдайым оқып, үйреніп, бизнесті жүргізудің жаңа тәсілдерін біліп отыру. 2014 жылы Кәсіпкерлер палатасы арқылы бизнес кеңесші курсында оқуға ұсыныс жасалды. Біз Назарбаев университетінде оқыдық. Ондағы шетелдік оқытушылар бизнесті құру мен дамытуды жаңа қырынан көрсетті. Команданы нормалау, есеп жүйесін құру, бизнес алаңы мен нарық. Мұның бәрі кәсіпкерлікте қажет нәрселер. Қазақстанда кәсіпкерлер палатасының құрылуы дұрыс шешімдердің бірі. Мемлекет қабылданған барлық бағдарламаларды кәсіпкерлер палатасы жүзеге асырады. Олар әрдайым бізді жинап, бағдарламалар жайлы айтып, қатысуға ұсыныс жасайды. Құқықтық актілердің нормативтерін сараптауда, жаңалықтарды енгізуде белсенді жұмыс атқарамыз. Кейде кәсіпкерлер палатасы біздермен де кеңеседі. Алдыңғы шепте жүретіндігімізден бізде олардың кеңесін тыңдаймыз. Кәсіпкерлер ол заңдарды әрдайым қолданады. Сондықтан бұл біздің бірігіп атқаратын жұмысымыз. Где-то с нами советуются, с палатой, палата предпринимателей советуются с нами, где мы здесь на передовой, так скажем. Мы применяем эти законы здесь, и, соответственно, у нас так получается большая совместная работа. Бүгінгі күні біз 9 түрлі қызмет көрсетеміз. Оның 3-і онлайн, 6-сы офлайн түрде. Бұл қызметтердің барлығы кәсібін бастаған адамдарға көмек көрсетуге бағытталған. Бухгалтерлік есепті тапсыру, салықтық есеп, заңдық мәселелер, жеке кәсіп, жауапкершілігі шектеулі серіктестік ашу, маркетингтік сұрақтар, жалпы нарықты білу бойынша қызметтер көрсетіледі. Көптеген кәсіпкерлер бизнес жоспарды жасауда көмек сұрайды. Биылдан бастап отандық өнім өндірушілерге көмек көрсетуге аса көңіл бөлінеді. Яғни, белгілі бір тауар өндірушілер бізге жүгінсе, біз оларға мемлекеттік тапсырыстардың аясында өнім өндіруге басынан бастап аяғына дейін, яғни келісім жасалғанша көмектесеміз. Көптеген кәсіпкерлерге біліктілігі жетпей жатады. Біздің кеңесшілеріміз барлық жағынан көмектеседі. Биыл біз президенттің тапсырмасы бойынша Нұр-Сұлтан қаласында бизнеске арналған үкімет пилоттық жобасын жүзеге асырудамыз. Олар бір терезе әдісі бойынша мемлекеттік қолдау шараларымен қызмет көрсетеді. Аса көп өнім түрлерін өндірмейтін Қазақстан үшін адамдардың кәсіпкер болудан қорықпайтыны маңызды деп ойлаймын. Кәсіпкерлер өздері өндіретін өнімдерін жақсы көруі керек. Мысалы, мен өзім күнде жұмысқа келгенде өндірілген өнімдерімізге қарап рахаттанамын. Себебі бұл менің компаниям шығарған өнім. Олар көптеген мемлекеттермен өзіміздің кең байтақ отанымыздың барлық облыстарына жөнелтіледі. Еңбегінің жемісін көрсететін мұндай сәттер нағыз рахат сезімге бөлейді. Болашақта біздің қазақстандық компаниялар жаһандық нарыққа шығып, бүкіл әлем танитын кәсіпорындарға айналады деп үміттенемін. Ол үшін елімізде барлық жағдай бар.